Құрметті менің оқырмандарым, Өмірай арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекті әңгімемізді соңына дейін тыңдаңыздар, қолдаңыздар. Қай өңірден боласыздар, оны да жаза кетіңіздер. Түрлі аудан, ауылдың аттарын естіп жатырмыз, бізге әрине қызық. Сондықтан да жаза кетіңіздер. Ал әңгімемізді бастайық. Балнұр үлкен әулетке келін боп түскелі, ақшадан таршылық көрген жоқ. Күйеуі Арман жақсы жерде жұмыс істейді. Әрі үйдің кенжесі болған соң, қара шаңырақта қалатыны әу баста шешіліп қойған. Балнұр үшін бәрі дайын. 2 қабатты үлкен үй, көлік те бар. Балнұрдың өзінікі болмаса да, күйеуінің көлігі екеуіне теңдей жетіп жатыр. Өзі көлік алам деп те талпынбапты. Күйеуі керек жеріне апарып әкеледі. Жас келіншек балалы болған соңда қиыншылық көрмеді. Азаматы бүкіл қажеттілігін сатып әкеліп тұрды. Өзі секілді таныс қыздар баланың жөргегіне үнемдеп отырғанда, бұл тіпті баланың жөргегі қанша тұратынын да білмейтін. Өйткені Арман әйелі мен баласын ештеңеден тарықтырмай, не шем, не киім десе де әкеліп жүрді. Балнұрдың енесі ғана бар. Атасы ертеректе қайтыс болып кеткен. Енесі Сәлима кемпір. Кенже ұлының Құдай қосқан қосағынан қолында барын аямайтын. Зейнетақысы түскен сайын Балнұрға үйге киетін көйлек, халат, тіпті аяғына тәпішкесіне дейін сатып алып беретін. Балнұрдың ханшайымдай шалқып өмір сүріп жатқанына біреу қызыға қараса, екіншісі қызғана қарайтын. Солардың бірі Балнұрдың бала кезден бірге өскен жақын құрбысы Жансезім еді. Жансезім тұрмысқа шықпаған бойдақ қыз. Өзі тырыштанып, қанша жұмыс істесе де қу ақша басына тартса аяғына, аяғына тартса басына жетпей, айлықтан айлыққа әрең жетіп жүрді. Жансезімнің кез келген адамның ішіне, бауырына еніп кететін ерекше қабілеті де бар. Қалаға 9 сыныптан кейін кетіп, тас қаланың қатыгез өміріне әбден үйреніп алған Жансезім қулық сұмдықтың бәрін меңгерді. Тіпті алаяқтық жасап, бірнеше рет автобустағы адамдардың әмиянын ұрлап үйреніп алды. Балнұр болса, қалаға 11 сыныпты тәмамдап келген. Бірақ 1 курстан кейін Арманды жолықтырып, тұрмысқа шығып кетті. Қаланың шынайы өмірін көріп үлгерген жоқ. Студенттік өмірдің дәмін бір кісідей тата алмады. Бірақ еш өкінбейді. Арман секілді азаматқа тап болып, бір қолына дәріс дәптерін, бір қолына сәбиін ұстап, оқуын жалғастырып жатыр. Жансезім Балнұрдың бал өмірін есіне алған сайын тынысы тарылып, сол қыздың қай жеріне қызықты екен? Мен оған қарағанда әлдеқайда әдемімін. Әттең, Арманға мен жолыққанда ғой, ендігі шалқып тасып отыратын едім. Бүйтіп, жалдамалы пәтерде қаңғып жүрмес едім. Балнұрдың күйеуі, үйі, баласы оқуы бар. Ал менің ештеңем жоқ деп іштей күндейді. Алайда Балнұрға ештеңе білдірген емес. Арман 2 апталық іс-сапарға басқа қалаға кететін болды дегенді естігенде, Жансезім ерекше қуанды. Өйткені Балнұрмен жиірек кездесіп, бойындағы жұмысқа жоспарын жүзеге асырмақ. Құрбысының «Кел сөйлесейік, сағындым» деген сөзін жерге тастай алмаған Балнұр баласын енесіне табыстап, өзі Жансезіммен кездесуге келді. «Жаным сол, құлпырып кетіпсің», деді Жансезім Балнұрды көре сала, бас салып құшақтап. «Рахмет құрбым, сен де сондай сұлусың», деді Балнұр. Бұл жылы сөздер Балнұрдың жүрегінен шығып жатқан еді. Ал Жансезім әрбір сөзін ішкі есеппен айтып отырды. Кездесу ортасына таяғанда Жансезім жылай бастады. «Қатты қиналып кеттім құрбым.
Ақшадан қатты тарығамын. Жұмысынан шығып қалдым. Енді қайда барарымды білмеймін. Ауылға баратын болсам, өгей шешем сыйдырмайтынын жақсы білесің ғой. Неткен бейшара, бейбақ адам едім мен сорлы. Өмір бойы осылай қиналып өтер ме екем? Әттең, анам тірі болғанда бұлай жүрмес едім ғой, деп еңкілдей жылады жан сезім. Балнұрдың жүрегі езіліп кете жаздады. Қой, олай деме. Бәрі жақсы болады, осыдан көресің, деп жұбатуға тырысты құрбысын. Ол әлбетте жан сезімнің сценарий бойынша жылап отырғанын сезген жоқ. Жан сезім одан әрі мұңын шаға бастады. Қолымда егер 1 миллион теңгем болса, өз кәсібімді бастап кетер едім. Менің қолымнан шаш сәндеу келетін жақсы білесің ғой. Есіңде ме? Бала кезімізде екеуміз қуыршақтардың шашын өріп ойнайтынбыз. Сол кезден бастап адамдардың шашын қиып, сәндегенді қатты ұнататынмын. Бірақ менің өнерім кімге керек? Мен кімге керекпін? Деп жыламсырады жан сезім. Бала кезіндегі тәтті естеліктері есіне түскен. Балнұрдың жүрегі жібіп сала берді. Құрбым, айтшы, қалай көмектесе аламын? Сен қалай көмектесушең, жаным? Үйде баламен отырсың, өзің студентсің. Сенде ақша жоқ қой. Бірақ ойласам, сенен өзге кімім бар менің? Басқа жақыным да, сырласым да жоқ, деді жан сезім. Иә, дұрыс айтасың, деді Балнұр. Бұл кезде ол жан сезімнің торына түсейін деп тұрғанын аңғарған жоқ. Шынымен, ойлап қарасам, сенен басқа ешкімім жоқ екен ғой. Әкемнің бар деген аты болмаса, жүрісі анау, өгей шешемнің айтқанынан шықпайды, деп сөзін жалғастырды. Бір тиында көмегі жоқ. Мені қалай өмір сүріп жатыр демейді. Бір күні аш, бір күні тоқ, жүрісі мынау, деді көзінен жасы сорғалаған жан сезім. Балнұр құрбысын қатты аяп кетті. Айтпақшы, кредит алайын деп банкке барғам. Жалақым төмен болған соң кредит бермеді. Сол баяғы шаштараз ашам деген құр қиялым ғой. Егер 1 миллион теңгем болса, шаштараз ашпақ түгілі мынау жерді төңкеріп жіберер едім-ау. Өйткені ол кәсіптің қыр-сырын жақсы асып біліп қалдым. Шаштараз ашсам, сол миллионды айтамда, бірнеше күнде тауып, кредитімді жауып тастар едім. Жұмыстан шығарып жіберген бастығыма көрсетер едім, деп күрсінді жан сезім. Балнұр құрбысының ертегісін аузы ашылып тыңдап отыр. Көз алдына шаштараз ашып, табысқа кенелген жан сезім келді. Міне мынау, маған қиын кезде көмектескен жан құрбым деп Балнұрды таныстырып жатыр. Балнұр болса кеудесін мақтаныш кернеп, мерейі тасып тұр. Білесің бе, жан сезім, саған көмектескім келеді. Бірақ қалай көмектесетінімді білмеймін, деді қиялға берілген Балнұр. Ендеше кредитке сөйлесіп көрсең қайтеді? Деді жан сезім. Білмеймін, тіпті арманмен ақылдасу керек. Өмірімде кредит дегенге ұрынып көрмеппін, деді Балнұр ойланып. Арманға неге айтасың? 1 миллион алып берсең болды. 1-2 аптада жауып тастаймын. Алып берді деген атың болмаса, қалғаны менің мойнымда ғой, құрбым. Ой, бұл жақсылығыңды өлгенше ұмытпас едім, деді жан сезім. Балнұрды осы күйінде үйіне қайтаруға болмайды. Дәл қазір банкке апарып сөйлестіру керек. Әйтпесе, бүкіл жоспарының күлі көкке ұшады. Үйіне барып күйеуіне, енесіне айтып қойса, олар бұған жол бермесі анық. Жан құрбым менің, ниетіңнен айналайын. Бар жақсылығынды көрге кіргенше бәрін айтып өтемін. Бала кезден бері келе жатқан арманымды орындайын деп тұрсың. Шешем жоқ деп тағдырған алушы едім. Шешем көкте, саған риза боп, желеп-жебеп тұрған шығар. Саған басым дейем.
Банк осы жерде, төменгі қабатта, деп жанарынан көз жасы парылап Балнұрды құшақтады. Жылы-жылы сөйлесе жылан іннен шығады. Өзінің қайда бара жатқанын, не істегелі тұрғанын толық аңғармаған Балнұр, айналдырған бірер сағаттың ішінде банктен кредит алып, бір тиынына да тиіспестен толықтай жан сезімнің қолына табыстады. Болды, құрбым, енді бұл ақшаны толық өзім қайтарып беремін, деді жүзі балбұл жанған жан сезім. Балнұр үйге қуанып келді. Құрбысына қиын кезде қолдау білдіре алғаны үшін бақытты еді. Бірақ ол өзі танитын жан сезімнің бұл күнде жоқ екенін, орнына талай адамды алдап соққан алаяқ жан сезімнің пайда болғанын білген жоқ еді. Жан сезім жұмыстан ұрлық жасағаны үшін шығып қалған болатын. Бәрі түскі үзіліске кеткенде әріптесіне келіп отырған клиенттің ұялы телефонын ұрламақ болған. Үлкен дау туып, соңында жан сезімнің ұрлық жасағаны әшкере болды. Жұмыссыз қалған жан сезім қармағын аңқау құрбысы Балнұрға салған еді. Ойында бір түйір арамдығы жоқ Балнұр торға өзі ойлағаннан да оңай түсті. Арада бір ай өтті. Сол кездесуден кейін жан сезім Балнұрға мүлде хабарласпады. Ел жұрттан естуі бойынша көлік мініп алыпты. Шаштараз тұрмақ шаңда жоқ. Сол кезде барып Балнұр өзінің оңбай алданғанын түсінді. Жан сезімді іздеп тауып сөйлеспекке бекінді. Телефонына қанша хабарласса да өшіп тұрады. Соған қарағанда номерін өзгертіп тастаған болуы керек. Үйтіп-бүйтіп сыныптастарынан сұрап жүріп, Балнұр жан сезімді тауып алды. Кафеде емін-еркін тамақ ішіп отыр екен. Жан сезім, деп айқайлады Балнұр. Осындай адамдардың тамақтарынан ас қалай өтеді екен? Жан сезім селк етпеді. Балнұрды көрсе де, көрмеген болып отыра берді. Жан сезім, мұның не сенің? Деді Балнұр ашудан қалшылдап. Балнұр, саған не болды? Деді жан сезім сабырлы үнмен. Не болды дегенің қалай? Кредит алғызып, қашып жүрсің. 1 миллион теңгені бір ай бұрын қолыңа шытырлатып санап бердім ғой. Өзім төлеймін деп ант су ішкенің қайда? Деді Балнұр жыламсырап. Жан сезім иығын қоқаң еткізді. Не айтып тұрғаныңды білмей, есіңнен адасып қалғансың ба? Қайдағы 1 миллион теңге? Қайдағы кредит? Деді. Жан сезім Балнұрдың қалтасындағы диктофонды аңғарып қалған еді. Не? Құдайдан қорықсаңшы. Маған 1 миллион теңге алғызып, шаштараз ашам демеп пе едің? Деді Балнұр қыстығып. Балнұр, сен не деп тұрсың өзі? Сені түсінбедім, деп жан сезім кетуге ыңғайланды. Балнұр құрбым деп құлай сенген адамының сатқындық жасағанын енді ғана түсінді. Мен қалай төлеймін? Өзің де білесің ғой. Күйеуімнен жасырып осы ақшаны саған алып бердім. Мен бір тиын да таппаймын. Бәрін білесің ғой жан сезім. Неге маған бұлай істедің деп, екі аяғынан әлі кетіп жерге отырып қалды. Балнұр ақылы бөлімде оқитындықтан шәкірт ақы алмайды. Басына таяқ боп деген соң, кредит туралы бәрін оқи бастады. Сөйтсе, бұл 1 миллион үстіне 1 миллион қосып қайтаратын, пайызы өте жоғары банкке ұрыныпты. Бәсе, қалайша 1 миллионды тез ұстата салды деп еді. Пайызы жоғары болғандықтан, мұның жұмысы бар ма, жоқ па, зейнетақысында ақша бар ма, жоқ па, тексермей бере салған екен. Бұлар халықты осылай қанаған. Банкке айтарға басқа сөз таппады. Банкті қойшы, жан сезімді айтсаңшы. Ақшаға бола құрбысын, балалық шағын, жарты өмірін сатып кетті. Сенген адамы, қой терісін жамылған қасқыр болып шыққаны Балнұрдың жанына қатты батты. Қанша оқталса да арманға бұл сұмдықты айта алмады.
іштен тынуды ұйғарды. Телефонын ауыстырып, банкке берген нөмерді парша-парша етіп сындырды. Төлемейді, төлей алмайды. Балнұр банктен ғана емес, өзінен де қаша бастады. Өзінен қашқан адам жанына ешкімді жолатпайды. Арман әйелінің өзгере бастағанын сезді. Балнұр соңғы кезде нәр татпайтынды шығарды. Күндіз-түні ойлайтыны кредит, қай кезде бас салып алып кетер екен деген қорқыныш мазалады. Түрме, темір торды елестетудің өзі қорқынышты. Бұл кредитін төлемеген үшін түрмеге түсем деп ойлайды. Одан да бостандықта осылай жүре тұрсын. Теледидардан кредит деген сөзді естігенде жүрегі зу етіп, өзінің жасырып жүрген құпиясы ашылып қалғандай дірілдейтін болды. Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам. Бір күні үйлеріне сау етіп 3 адам кіріп келгенде, Балнұр біттім деп төсегіне отырып қалды. Шындықтың беті айқара ашылды. Сәлима көпті көрген сұңғыла кемпір еді. Бөтен адамдардың көзінше келінін тұқыртқан жоқ. Әйеліне шүйліге бастаған ұлын бір ауыз сөзбен тыйып тастап, банктен келгендерге кредит болса төлейді, ештеңе жоқ. Келінім адам өлтірген жоқ. Кредит деген не тәйірі? Деп кейіп тастады. Шақырылмаған қонақтар кеткен бойда үйде ауыр атмосфера орнады. Арман мен Сәлима Балнұрды ортаға алды. Балнұр жылап отырып, бар шындықты айтып берді. Қарағым-ай, бізге неге айтпадың? Деп күйінді Сәлима. Арман ашуға булығып, әйелін сабап тастауға шақ қалды. Енді болмағанда Балнұр күйеуінен таяқ жейтіні анық еді. Енесі келінін өз ұлынан да қорғаштап, әлгіні тап деп өктем үнмен сөйледі. Әлгі деп тұрғаны жан сезімеді. Кейде адамның атында айтуға ауыз бармайды. Есімі жоқ, жансыз, құнсыз зат секілді пасық пенделердің азан шақырылып қойылған аттарынан садаға кетсін. Жан сезіммен Арман осылай танысты. Арман Балнұрды ертіп жүріп, жан сезімді тауып алды. Бұл жан сезім мүлде өзгеше, қорғансыз, кінәсіз әйел болып көрінді. Ішінде қанша бейнесі бар, о тоба, құдды бір мың құбылған пері дерсің. Мен оған бір тиында кредит алдыртқан жоқпын. Ол өзі оқуыма төлейтін ақша таппай жүрмін дегені есімде. Емтиханнан құладым деді-ау. Одан кейін Алла деп айтайын, бір ретте кездескен жоқпыз. Міне төбеде Құдайым, дастарханда наным тұр. Неге маған өтірік жала жауып тұрғанын білмеймін, деп жылап жіберді жан сезім. Балнұрдың амалы құрыды. Өтірік қойылымыңды доғар. Алланың атын арам аузыңмен былғама. Ақшамды қайтар, деп айқайлады Балнұр. Әттең, қолында бір түйір дәлелі жоқ. Арман бұл кездесуден кейін кімге сенерін білмей, екі ойлы болып қалды. Менің жасыратыным жоқ. Міне телефоным, бәрін тексерсеңдер болады. Кез келген уақытта хабарласыңдар деп, телефон номерін жазып берді жан сезім. Балнұр тағы да жеңілді. Бірақ бұл жолы күйеуін өз қолымен өзгеге бергелі жатқанын түсінген жоқ. Ашуға ерік беріп, бұлқан-талқан болды. Ал жан сезім жылы жымиып, түлкі бұланға салып, Арманды көзімен арбап барады. Өзінің кінәсіздігін дәлелдей алмаған Балнұр, керісінше, Арманның күдігіне күдік ұялатты. Арман оңашада жан сезіммен тағы да кездесіп, мән-жайды толық білмек болды. Жан сезім екінші кездесуде-ақ Арманға толық ашылды. Әйелі күйзелісте жүріп, өзі де қажып кеткен Арман, жан сезімнің төсегінен қалай шыққанын өзі де байқамай қалды. Таң ата оянса, бөтен үйде жатыр. Басы дыңылдап, әрең тұрды. Тыр жалаңаш, үстінде лыпа жоқ.
Жанда жан сезім жатыр. Жан сезім сол кеште Арманның ішіп отырған шайына масайтатын дәрі қосып жіберген болатын. Мас еркек алдында тұрған жалаңаш әйелді арыстандай бас салып, құмарын қандырған. Арман басын ұстап, ұзақ отырды. Үйіне келсе, Балнұр ашуға мініп отыр екен. «Қайда болдың? Кімнің үйінде қондың?» деп қыспаққа алды күйеуін. Арман ұрысқысы келмей, әбден мезі болып, жауап берместен бөлмесіне кіріп жатты. Сол күні жұмысына да бармады. Балнұр күні бойы тұнжырап жүрді. Бөлмеге кіріп шыққан сайын заттарды жұлқылап, тарсылдатып кетеді. Кеш бата Арман киіне бастады. «Қайда барасың?» деп сұрады. Әйел: «Сен жоқ жерге барамын. Миыма тыйыштық керек», деп айқайлады да сыртқы есікті тарс жауып шығып кетті. Қалада жүріп, кешегі жылы төсегіне қайта келді. Қоңырауды басып еді, әдемі киініп, бет-аузын бояған жан сезім есікті бірден ашты. «Қарның шұрылдап барады екен», деді жан сезім. Дастарханды жайнатып қойыпты, құдды біреуді күтіп отырғандай. «Қонағың бар ма?» деп сұрады Арман. «Жоқ, мен күн сайын осылай тамақтанамын», деді жан сезім сыбырлап. Арман аш еркек қарнын тойдырған соң, жан сезімнің жартылай жалаңаш денесін көзімен ішіп жеп барады. Бұл жолы сап-сау күйінде құрбысының күйеуін қойнына қайта кіргізді. Түні бойы төсектің ләззатын тартқан еркек пен әйел бір сәтте Балнұрдың жағдайын ойлаған жоқ. Жан сезімнің жанында бәрі жайлы, ыстық тамағы мен ыстық құшағы әрдайым дайын. Үнемі күліп қарсы алады, күліп шығарып салады. Артық ауыз сұрақ қоймайды, ештеңе сұрамайды. «Әттең, неге ертерек кездеспедік? Менің ақымақ әйелім», деді. Кредитке басын кіргізіп, «Енді қалай төлеймін?» деп басын тауға да, тасқа да ұрып жүр. Менімен бөліспей, не үшін алғанды айтпайды. Меніңше ол сол ақшаны шешесіне берген сияқты. Басқаша не істейді? Білмеймін. Егер Балнұрдың орнына сен болсаң, ешқашан ондайға жол бермес едің. Керісінше, бір тиынымды екі тиын етіп беріп, берекесін келтіріп отыратын едің. Бірақ жан сезімнің жоспары басқа еді. Ол Балнұрдан күйеуін тартып алуды көздеген. Сол жолда бәріне төзуге дайын. Ал Балнұр болса, күн өткен сайын өзіне батқан балшыққа одан әрі тереңдетіп түсіп бара жатты. Жан жолдасы өзінен алыстаған сайын бір шикіліктің бар екен сезетін. Сол себепті Арман үйге келгенде қабағын қарсы түйіп сөйлемей қоятын. Арман мен Балнұрдың шаңырақтары шайқалуға жақын еді. Тек екі тосқауыл бар. Бірі Сәлима кемпір, екіншісі бала. Осы екеуі ғана босағасы бекімеген жас отбасын ұстап тұр. Қатты жел соққанда майысса да, құламай тұрған шыбық тәрізді шаңырақта тек осы екі себептен ыдырамай тұр. Бір күні Арман жұмыстан ертерек шығып, жан сезімге тосынсый жасап баруды ұйғарды. Есіктің ашық екенін көрген жан сезімнің көзі шарасынан шығып кете жаздады. Орта жолда тұрып қалды. Үйде тағы бір құрбаны бар еді. Бейтаныс еркек жуынатын бөлмеден шығып қалған кезде бәрі түсінікті болды. Арман шалт бұрылып, үйіне қарай аяңдады. Ақ некелі жарын қайдағы бір әйелге айырбастап жібергені үшін өзін кешіре алар ма екен деп ойлады. Үйіне келсе, Балнұр күндегідей түнеріп отыр екен. Арман мен Балнұрдың арасы қайта жылып, бұрынғыдай тату-тәтті өмірлеріне оралуға мүмкіндік туды. Арман ұйықтамағанына қарамастан, жан сезімге арнап алған гүлін әйеліне ұсынып, бетінен сүйіп, «Жаным, мені күтіп отырсың ба?» деді. Қаншама ай бойы бір-бірімен жақындаспаған ерлі-зайыптылар құшақтасуды да ұмытып кеткендей еді. Балнұр жадырап,
жүрегі жылысып, ебіл-сәбіл болып жылап жіберді. Бір шоқ гүл, бір ауыз жаным деген сөз арадағы бүкіл ренішті жуып-шайып кеткенде болды. Сол түні олар ұзақ сырласты. Кредиттен қалай құтылуға болатынын ақылдасты. Болашаққа жоспар құрды. Балалары жайлы сөйлесті. Ерлі-зайыптылар қайта танысып жатқандай болды. Балнұр кредитті жан сезімге арнап алғанын, дәлелдей алмайтынын айтса да, Арман дәлелдеудің қажеті жоқ екенін білдірді. Мен саған сендім. Енді ол қызға жақындама деп, әйелінің ернін саусағымен жауып, үндеме деді. Балнұр үнсіз қалды. Бірақ ішінен жеңілдік сезді. Келесі күннен бастап Арман әйелінің атындағы кредитті төлеуді бастады. Әр тиынын құйған сайын іші удай ашиды. Бірақ Балнұр екі есе өкінумен бармағын тістеп отырды. Әр кредит төленген сайын Арман оны садақа деп ниет ететін болды. Бірақ 1 миллион теңге оңай ақша емес еді. Жалақысының жартысынан көбі кредитке кетіп жатты. Арман кредитті барынша тез жауып тастауға тырысты. Ел құлағы елу дегендей жан сезім жоғалып кеткені туралы хабар желде естіп, қалаға да, далаға да тез таратып жіберді. Жан сезімді іздеген полицияда еш нәтиже таба алмады. Тірі жан жоқ. Бастапқыда Балнұр өзіңе сол керек деп ойлағанымен, кейін дүниені қоңыздықпен істеген сатқындығын іштей кешіріп, құрбысы үшін алаңдай бастады. 10 шақты күннен кейін хабар келді. Жан сезімнің жансыз денесі табылыпты. Әбден азапталған, қорланған әйелдің үсті басы сау тамтық емес еді. Балнұр көріп жылап жіберді. Арман болса, көп асқанға тосқауыл болатын білетін. Бірақ бұл жолы өмірімен жауап беретіндей не істеп қойғанын түсіне алмады. Дегенмен бұл қасіреттен кейін Арман мен Балнұр бұрынғыдай тату-тәтті өмірлерін қайта бастады. Бірақ Арман әйелінен бір сырды жасырды. Жан сезіммен жасаған ойыны. Бұл құпия ешқашан ешкімге ашылмайды. Күйеуі мен әйелі бір шаңырақ астында тұрса да, әр адамның жүрегінде бір құпиясы бар. Бірақ бір шындығы анық. Сенім барда махаббат бар, махаббат барда отбасы да бар. Құрметті оқырмандарым, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.